Айша ауылдағы мектепте мұғалім болып жұмыс істейтін жас қыз еді. Ол әрқашан махаббат туралы армандайтын. Бір күні ауылға келген жас жігіт Бекзатты көреді. Бекзат қаладан келген инженер, ауылдағы құрылысқа жұмыс істеуге келген. Олар базарда кездеседі. Бекзат Айшаның көздеріне қарап, жүрегі соғып кетеді. Сіздің күлкіңіз ауылдың гүлі сияқты дейді ол. Айша ұялып күліп жауап береді. Осылайша олардың таныстығы басталады, күндер өте береді. Бекзат жұмыстан кейін Айшаның үйінің алдына келіп сөйлеседі. Олар ауылдың шетіндегі өзен жағасында серуендейді. Бекзат өзінің қаладағы өмірі туралы айтады. Мен әрқашан ауылдың тыныштығын сағынатынмын. Айша өзінің армандарымен бөліседі. Мен бақытты отбасы құрғым келеді. Олардың сөздері жүректеріне жетеді. Бір күні Бекзат Айшаның қолын ұстайды. Сен менің өмірімнің мәнісің дейді. Айша мен Бекзаттың махаббаты гүлдейді. Олар ауылдың мерекелерінде бірге билейді, тауға шығады. Бекзат Айшаға гүл әкеледі, өлең оқиды. Сенсіз өмір сүре алмаймын дейді ол. Айша да оған ғашық. Бірақ ауылдың әдет-ғұрпы бар, олардың махаббаты ата-аналардың рұқсатынсыз жалғаса алмайды. Бекзат өзінің ата-анасына Айша туралы айтады. Бекзаттың ата-анасы Айшаның үйіне құда түсуге келеді. Құдалар сөйлеседі, шай ішеді. Айшаның әке-шешесі разы. Біздің қызымыз бақытты болады дейді олар. Құда түсу тойы болады, ән айтылады, домбыра тартылады. Бекзат Айшаға жүзік сыйлайды. Олардың көздері бақытқа толы. Үйлену тойы ауылдың үлкен мерекесіне айналады. Қыз ұзату рәсімі. Айшаға әдемі көйлек кигізеді, ән айтылады. Бет ашар, Бекзат Айшаның бетін ашады, оған сыйлықтар береді. Тойда ет асады, нан пісіреді. Олардың махаббаты ауылдың әңгімесіне айналады. Бақытты болыңдар дейді қонақтар. Үйленгеннен кейін Айша Бекзаттың үйіне келеді. Қайын ата-енесі оны жақсы қабылдайды. Бекзат Айшамен бірге бақытты күндер өткізеді. Олар бірге тамақ жасайды, серуендейді. Сен менің әлемімсің дейді Бекзат, бірақ жұмыс басталады. Бекзат қалаға 2-3 айға келеді. Мен тез қайтамын дейді ол. Бекзат кеткен соң Айша қайын ата-енесімен тұрады. Ол Бекзатты сағынады. Телефонмен сөйлеседі, сенсіз уақыт өте баяу. Қайын енесі оған қолдау көрсетеді. Бекзат жақсы. Айша үй шаруасымен айналысады, ауылдағы достарымен сөйлеседі. Бірақ жүрегі толмайды. 2 айдан кейін Бекзат қайтады. Олар қайта бірге болады. Бақытты күндер қайта басталады. Бірақ Бекзат тағы кетеді. Солай жүріп жыл өтеді. Айша бала көтере алмай жүреді. Дәрігерге барады, бірақ нәтиже жоқ. Уақыт керек дейді дәрігер. Қайын атасы қайын енесімен сөйлеседі. Келін бала көтермесе, үйге апарып тастау керек. Бұл сөзді Айша естімейді. Ол әлі үміттенеді. Бекзат келгенде бізге бала болады дейді. Бірақ Бекзат жұмыста шаршайды. Оның ойында басқа нәрселер пайда болады. Айша жалғыздықты сезінеді. Бекзат жиі кетеді. Үйде қайын ата-енесімен қалады. Ол ауылдағы досымен сөйлеседі. Бір күні ауылға келген жас жігіт Ерланмен танысады. Ерлан мұғалім, Айшаның жұмысында көмектеседі. Сіз әдемісіз дейді ол. Айша ұялады, бірақ жүрегі толқиды. Бекзат қалада жұмыста бір әйелмен танысады. Айгүл, ол әріптесі. Олар бірге жұмыс істейді, кешкі ас ішеді. Бекзат Айшаны ойлайды, бірақ сағыныш оны әлсіретеді. Сен маған ұнайсың дейді Айгүл. Бекзат жауап бермейді, бірақ ойлана. Айша Ерланмен жиі сөйлеседі. Олар серуендейді. Бір күні Ерлан Айшаны сүйеді. Айша қарсыласады, бірақ жүрегі әлсіз. Мен Бекзатты сүйемін дейді ол. Бірақ жалғыздық оны алдайды. Солайша олардың арасында сезім пайда болады. Бекзат Айгүлмен бірге түн өткізеді. Ол өкінеді, мен Айшаны алдадым. Қайтады үйге, Айшаға ештеңе айтпайды. Бірақ жүрегі ауырады. Айша да өзінің қателігін сезінеді, бірақ үндемейді. Қайын атасы қайын енесімен тағы сөйлеседі. Бала жоқ, келінді қайтару керек. Бұл жолы Айша естиді. Ол жылайды. Бекзат келгенде айтады, мен бала көтере алмаймын. Бекзат, біз біргеміз дейді, бірақ өзінің опасыздығын ойлайды. Айша Ерланмен қарым-қатынасын үзеді, бірақ ауылда әңгіме шығады. Бекзат естиді. Ол ашуланады, сен мені алдадың. Айша жылайды, сен де алдадың, мен білемін. Олардың арасында жанжал болады. Бекзат өкінеді, мен саған адал болмадым.
Айша да мен жалғыздықтан қателестім. Олар сөйлеседі, бірақ жүректері ауырады. Қайын атасы, ажырасыңдар дейді, олар ажырасады. Айша өз үйіне қайтады. Бекзат қалаға кетеді. Екеуі де өкінеді. Махаббатымыз неге осылай бітті деп ойлайды. Айша өзінің әке-шешесінің үйіне қайтып келген соң, алғашқы айлар қиын болды. Күн сайын таңертең тұрып, мектепке баратын жолда көз жасағады. Ауыл адамдары әңгіме етеді, бірақ ол бәріне күлімсіреп жауап береді. Мен жақсымын дейді ол, бірақ жүрегі жаралы. Ерланмен сөйлесуді мүлдем тоқтатты. Ол мектептегі жұмысына шоғырланды, балаларға сабақ береді, олардың тап. Кешке үйге келгенде әкесімен әңгімелеседі. Қызым, уақыт бәрін емдейді дейді әкесі. Айша бас изейді, бірақ Бекзаттың дауысын, күлкісін, қолын ұстаған жылылығын ұмыта алмайды. Бекзат болса қалада жалғыз пәтерде тұрады. Жұмысына барып кешке қайтады. Айгүлден бір жолы ажырасты, ол қателігін түсінді. Бірақ кеш болды. Кейде телефонға Айшаның суретін қарап отырады. Мен саған неге осындай қиындық туғыздым деп өкінеді. Ол ішімдікке салынбайды, бірақ ұйқысы қашады. Жұмыста жетістікке жетеді, бірақ жүрегі бос. Ауыл мен қала арасындағы қашықтық екеуінің жүрегін одан әрі ауырта түседі. Бірақ екеуі де бір-бірін сағынып түнде бірдей жұлдызға қарайды. Бір жылдан астам уақыт өткен соң, ауылда үлкен Наурыз мерекесі болады. Адамдар жиналып, ән салып, би билейді. Айша достармен бірге мерекеге келеді, ұлттық киім киген, басында орамал. Ол балалармен ойнап күліп жүреді. Бекзаттың анасы оны ауылға шақырады. Кел, мерекеге қатыс. Ұзақ болмадың. Бекзат келеді, ол өзгерген. Бетіне шаршау ізі түскен. Бірақ көздері сол ескілікті жан. Олар кездеседі. Ауылдың ортасындағы алаңда. Айша Бекзатты көріп тоқтап қалады. Бекзат та оны көріп қадам басады. Екеуі бір-біріне қарап тұрады. Қоршаған адамдар әңгіме етеді, бірақ оларға ештеңе естілмейді. Сәлем, Айша дейді, Бекзат дауысы дірілдеп. Сәлем, Бекзат деп жауап береді. Айша көзіне жас келеді. Олар ауылдың шетіне, өзен жағасына барып сөйлеседі. Бекзат бәрін мойындайды. Мен саған опасыздық жасадым. Мен әлсіз болдым. Сенсіз өмір түкке тұрмайтын өмір екенін түсіндім. Кешірсең, кешірмесең де мен сені мәңгі сүйемін. Айша жылайды. Мен де қателестім. Жалғыздық мені жеңді. Бірақ сенсіз де жүрегім толмады. Мен саған ренжімеймін, мен сағынып өлдім. Олар құшақтасады. Айналадағы табиғат, өзен, тау, гүлдер бәрі куә болғандай. Сол күн олар ұзақ сөйлеседі, өкініштерін айтып келешек туралы армандайды. Бекзат жұмысын ауылға жақын жердегі құрылыс компаниясына ауыстырады. Ол енді аптасына 1-2 рет қана қалаға барады, қалған уақытта үйде. Айшаның әке-шешесімен сөйлеседі, қайын ата-енесі де өкініштерін мойындап, разылық береді. Олар қайта үйленеді, бұл жолы қарапайым, бірақ шынайы той. Ауыл адамдары жиналып батасын береді. Беташар қайта өтеді, бірақ бұл жолы екеуінің көзінде шынайы бақыт бар. Бірнеше айдан кейін Айша жүкті екенін біледі. Дәрігер, бәрі жақсы. Айша Бекзат қайтқанда, ол тізесінен құлап, жылайды. Мен лайық емеспін, бірақ Аллаға шүкір. Олар бірге баланы күтеді. Айша ішіне қолын қойып Бекзатқа, бұл біздің махаббатымыздың жемісі дейді. Бекзат оны құшақтап, біздің өкініштеріміз бізді күшті етті. Енді ешқашан ажыраспаймыз. Уақыт өте келе, олардың үйіне кішкентай нәресте келеді, қыз бала. Оны Аружан деп атайды. Ата-әжелер шаттыққа бөленеді, ауыл той жасайды. Енді олардың өмірі шынайы махаббаттың, кешірімнің, екінші мүмкіндіктің тарихы. Айша мен Бекзат кешке баласын тербетіп отырып, бір-біріне қарап, біздің махаббатымыз өкініштен, сатқындықтан өтті, бірақ соның арқасында мәңгілік болды дейді. Осылайша олардың махаббат хикаясы аяқталады, өкінішпен басталып, бақытпен жалғасады. Осындай өмірлік хикаяларды тыңдағыңыз келсе, лайк басып, каналға тіркеліңіз, келесі хикаялар одан да қызық болады. Соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз.